Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qadırменді момын мұсылмандар, қасиетті Рамазан айында ұстап жатқан оразаларыңызды Алла тағала қабыл етсін, сансыз, үздіксіз сауаптарды сіздердің барлықтарыңызға нәсіп етсін деп тілейміз. Оразадағы ең үлкен сауапты алуға, сауапты өзінің қоржыныңа жинауға болатын тағы да бір амал, ол ауызашар беру. Әлбетте оразада амалдар көп, сауаптары өте жоғары. Себебі қарапайым амалдың өзі Рамазанда, білесіздер, еселене түседі. Пайғамбарымыздың хадисте келеді, 10-нан 700-ге дейін. Нәпілге парыздың сауабы жазылып, парызға 70 парызды орындағандай сауап жазылады деген хадистер бізде бар. Сол себепті Рамазанда сауапты табатын амалдар, жолдар көп. Бірақ соның ішіндегі ең кереметі бұл ауызашар беруді. Бұл ауызашар беру. Мені ауызашардың сауабы таң қалдырды. Қараңыздаршы қалай болады. Мысалға, ораза ұстаушы адамның өзіне берілетін сауап қалай? Өте үлкен. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама Алла тағаладан құдси хадис қылып жеткізеді. Куллу амалин ибни адам лаху илля сиям фа иннаху ли ва ана аджзи бихи дейді. Адам баласының бүкіл амалы өзі үшін оразадан басқа, ораза мен үшін, оның сауабын өзім беремін. Немесе оның сыйлығын өзім беремін деп Алла тағала айтты. Жомарт болған, мәрт болған, мейірімді, рахымды болған Алла тағала өзім берем дегеннен кейін міндетті түрде оны көп қылып береді. Міндетті түрде оны көп қылып береді. Енді осы хадисте сүйеніп ғалымдарымыз айтады, кез келген амалдың сауабы белгілі, оразаның сауабы белгісіз дейді. Себебі оның сауабының саны да жоқ дейді. Сол себепті оны белгілеген жоқ. Саны жоқ. Яғни сан жетпес. Оған дәлеліңіз қандай? Дәлелім мынандай. Пайғамбар айтқан, ораза ол сабыр деген. Сабырдың 3 түрі бар, білеміз. Басқа келген бәлекетке сабырлық қылу, Алла жолында құлшылықта сабырлық қылу, және де харамнан тыйылуда сабырлық қылу. Осы 3 түрлі болып бөлінеді. Ал оразада соның 3-еуі бар. Аш жүресіз, су ішпейсіз, басқа келген бәлекет сияқты. Алланың бұйрығымен не істейсіз? Ауызды жабасыз, Алланың бұйрығымен ауыз ашасыз. Бұл не нәрсе? Алланың жолында итағат. Және де не нәрсе? Ішуден, жеуден, жыныстық қатынастан тыйыласыз. Бұл де бейне бір адал нәрседен тыйылып жатсаңыз да, харамнан әлде қайда тыйыла аласыз деген сөз. Демек, оразада осы сабырдың 3 түрлі форматы да бар, және де көрсетілген. Ал Алла Құранда сабырлы адамдарға берілетін сабырлы адамға берілетін сауаптың саны жоқ, шексіз, есепсіз беріледі деп айтқан болатын. Енді қараңыздаршы, пайғамбарымыз айтады, сіздердің қайсы біреулеріңіз ауызашар берсеңіздер, сіздер сол ауыз ашып жатқан адамның сауабын толыққанды аласыздар, және де сол күні сізге қонаққа келіп, сіздің үйіңізден ауыз ашып жатқан адамның сауабынан да еш нәрсе кемімейді деген хадистер келеді. Имам Ахмадтың, Ибн Маджаның, тағы да басқа Сунан кітаптарында, Муснад кітаптарында келетін бұл хадис. Енді өзі ораза ұстап жатқан адамның сауабы шексіз екенді. Енді ол ауызашар беру арқылы тағы да біреудің шексіз сауабына қол жеткізіп жатса, мен қараңыздаршы осы жеріне. Осы жерін қараңыздар. Өзі сансыз сауаптарға еленеді. Алла тағаладан уәде бар, өзім берем дейді. Енді оған қоса тағы да өзіңіз сияқты ораза ұстап, сансыз сауаптарын істеп жүрген адам сізге келіп, сіздің үйіңізден келіп ауыз ашса, сіз де сол сауапқа 2 рет. Яғни, сіз де сол сауапқа еленесіз, сіздікі еселенеді. Ал енді қараңыз, сіз бір адам шақырмайсыз ғой. Сіз бірнеше адамды шақырасыз. Бірнеше адам шақырасыз. Тіпті ғалымдарымыз айтады. Мысалға, мен біреуді ауызашарға шақырдым. Ол адам сол күні не орындады? Ол оразамын деп сол күні Құран оқыды. Оразамын деп садақа берді. Оразамын деп түгендей, пәлендей жақсылықтар жасады. Соның барлығының сауабы кіріп кете береді дейді.
барлығының сауабы кіріп кете береді деп айтқанда ғалымдарымыз бар. Тағы да бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осындай сүйінші хабарды айтты. Ауызашар берсеңдер, сауабына ие боласыңдар, ораза ұстаған адамның деді. Сол кезде сахабалар, я Расулалла, біздің әрқайсымыздың ауызашар беруге шамамыз жете бермейді деп айтты. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама, шамаларың жетпегені, үйіндегілерің суларың бар. Бір тал, бір кішкентай құрмамен болсын, сүтпен болсын, ауызашар беріп қалуға тырысыңыздар деп айтқан болатын. Алла Тағала сол сауапқа иеленіп, сол ауызашар беруге тырысып, Алланың құзырында сондай сауаптары шексіз болған құлдардың қатарынан болуды нәсіп қылсын. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил алемин.